Достар, қазір Черногорияда Будва қаласында жергілікті супермаркетке кірдік. Қазір бағаларды сіздерге таныстырып кетем. Көкөністер мен жеміс жидектер. Картоптың бағасы 0,89 евро. Сарымсақтың бағасы 0,89 бұлда. Мына жерде 40 қабат. 40 қабаттың бағасы 0,39. Мына жерде апельсин 2 евро, ол дегеніміз килограмма 1300 теңге шамамен. Алмалар 1,79 евро. Қызанақ 1,69 және 2,49 евро. Бізге ұнаған бір батондар бар, өте дәмді. Енді мұндай 0,85 евро, көлемі осындай. Енді үлкен бір шама, қолымда осылай тұр. Жалпы достар, біз Албанияда болдық бұның алдын, енді қазір Черногорияда. Балкан елдері бізден қарағанда әлде қайда қымбат. Және де енді соңғы жаңалықтармен жалпы Ресей, Украина елдерінің азаматтары көп шоғырланып жатыр екен, әсіресе Черногорияға. Сондықтан бұл жақта көп адамдардың айтуы бойынша азық-түлік, жалпы өмір сүру қымбаттап кеткен.